Ағылшынша уақытты қалай айтамыз? Сағат неше болды деп сұрау үшін what time is it немесе what's the time деп сұрауға болады. Міндетті түрде it's-тен бастап жауап береміз. It is-дің қысқартылған түрі. Сағат 6 болды. It's 6 o'clock. Сағат 11 болды. It's 11 o'clock. Ал қалды деген to болады. 6-ға 10 минут қалды. It's 10 to 6. Бірінші минут айтылады, содан кейін сағатты айтамыз. 15 минутты a quarter дейміз. A quarter. 6-ға 15 минут қалды. It's a quarter to 6. Минут кетті дегенге past дейміз. Past. 6-дан 5 минут кетті. It's 5 past 6. 6-дан 20 минут кетті. It's 20 past 6. 30 минут кетті дегенге half past. Яғни half жарты деген ұғымды білдіреді. Сағат 6:30 болды. It's half past 6. It's half past 6. Ал бұл вариантты айту қиын болса, екінші варианты бар. Электрондық сағаттардағыдай тек сандарды айтсақ болады. 9:05. It's 9:05. 12:30. It's 12:30. 2:15. It's 2:15.